Барлықтарыңызға сәлем, достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Берік Ермұханов және де Қазмет каналы. Достар, бүгінгі видеода генетикалық код жайлы білетін боласыздар, яғни белок синтезі, генетикалық код дегеніміз не, ол қай жерде орналасқан, оның маңызды қандай. Достар, бұл тақырып тұқым қуалайтын ауруларды оқыған кезде патофизиологияда өте маңызды. Оны білу керек, себебі не оқып жатқанымызды білуіміз керек біздер. Мутация дегеніміз не, оның барлығын білу үшін біздер ең алдымен генетикалық кодтың не екенін білуіміз керек. Бүгінгі тақырыпта сіздер соның барлығын біліп шығасыздар. Видео бастамай жатып міндетті түрде достар осындай қазақ тілді контентті қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Кеттік, бастаймыз. Ең бірінші достар, жасушадан бастайық. Ең бірінші жасушаның ішінде ядро болады. Ядроның ішінде жасуша екенін, яғни оның ерекше, басқа жасушалардан ерекшеленіп тұратын, сол жасушаға тән белгілерді сақтап тұратын генетикалық ақпараты болады ішінде. Генетикалық коды. Жалпы бұл генетикалық ақпарат хромосомада орналасады. Бұл хромосома. Адамда 23 жұп хромосома бар. Хромосома неден тұрады? Хромосома геннен тұрады. Ген. Мынаның бәрі ген. Ген бұл ДНК, достар. ДНК-дан тұрады. Мынау ДНК. Енді мектеп кезінен бастап жақсы білетін шығарсыздар бұл жағын. Енді кішкене хромосома туралы сіздерге айта кетейін, достар. Хромосома жұп болып жасалған, 23 жұп, сонымен почти 46 хромосома бар. Бұл хромосомалардың жұп болуы, достар, бұлай ол ақпаратты тасымалдауында қажет. Себебі жасуша екіге бөлінген кезде, немесе ақпаратты беретін кезде, осы хромосома бір жұбынан айырылады. Бір жұбынан айырылып, ол бір жұбын келесі жасушаға береді. И солай тақ қалған жұп өзіне келесі жұбын жасайды. Жасушаның ішінде, ядрода. Көрдіңіздер, хромосоманың жұптығы сол үшін керек. Енді біз генетикалық кодқа тоқталайық. Міне жаңа ДНК дедік, ген дедік, енді мына жерге тоқталайық, достар. Осы жерге көбірек көңіл аударайық. Аденин, гуанин, цитозин, тимин. Бұл азоттық негіздер. ДНК-ның бір бөлігі, бұл рибоза и фосфат. ДНК жалпы осындай бөліктен тұрады. Енді достар, ДНК-ның РНК-дан ерекшелігі оның қос тізбекті болуы. И олар ширатылып тұрады бір-бірінен. Ширатылып байланысқан. Оларды бір-бірінен байланыстырып тұрған сутектік байланыстар, азоттық негіздер бір-бірімен сутектік байланыстар арқылы байланыстырып тұрмын. Аденин, тиминмен, цитозин, тоже гуанинмен, тимин, аденинмен деген сияқты бір-бірімен комплементарлы түрде байланысқан. Енді достар, қараңыздар, бұл жалпы код деген осы жерде орналасқан, достар. Міне, бұл код. Жалпы мына төртеуі бір ген деп аталады. Бір ген. Мынау гендердің жинағы болса, мынау ген. Ал код деген, достар, осы азоттық негіздердің бір-бірімен әртүрлі реттілікте, әртүрлі комплементарлық байланысулары. Қараңыздар, бір генда тек қана 4 азоттық негіздің байланысы бұл. Ал мына жақта қаншама осындай азоттық негіздер бар. Қараңыздар, мынаның өзінде 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 қаншама азоттық негіз бар. Олардың әрбірінің келесі қос тізбекпен комплементарлы байланысуындағы реттіліктің ерекшелігі осы код деп аталады. Яғни, сол кодтың ерекшелігі жасушаның ерекшелігі. Яғни, мысалы, барлық жасуша, мысалы, бауыр жасушалар, гепатоцитер, альбумин, глобулин деген белоктар өндіреді. Бірақ бұлшықет жасушалар ондай нені өндірмейді ғой, белокты. Мысалы, сүйек кемігі эритроциттерді өндіреді, қан құрамалы элементтерін. Ал бауыр оны өндірмейді, мысалы. Сол себепті әр жасушаның өзінің осындай құрамында, генетикалық ақпараттың құрамында өзінің ерекшеліктері бар. Сол өзінің құрылымдық функциялық ерекшеліктеріне байланысты. Сол үшін бұл код маңызды. Енді мутация деген ұғым бар, достар, генетикалық ақпараттың өзгеруі. Бұл қандай кезде өзгереді? Міне қараңыздар, бір азоттық негіз жойылып кететін болса, немесе орны ауысып кететін болса, уже бізде генетикалық код ауысып кетеді. Бұл генетикалық кодты, достар, былай айтсақ болады, рецепт. Бір тамақтың жасалу рецепті. Бұл тамақты бізде белок. Ал рецепт оның қалай жасалуы. Міне, қалай жасалу туралы ақпараттың осы кодта айтылады. Егер рецепттің ішіне бір компонент, ингредиент қосылмай алатын болса, уже тамағымыз ойдағыдай шықпайды. Бұл тоже, мысалы, мына жерде бір аденин немесе гуанин бір мутагенді факторлардың әсерінен бұзылып, орын ауыстырып қоятын болса, уже бұл жерде проблема бізде. Себебі біздің жасушаның жасайтын биологы қалыптыдағыдай болмай қалады. Атипиялық белок шығады, атипиялық жасуша бөлім шығады. Арғы рақтанып кетуі мүмкін, мысалшы. Нормадағы қалыпты жағдайдағы жасуша немесе белок бұзылып кетеді.
генетикалық ақпараттың кодтың маңыздылығы осы. Жалпы кодтың не екенін білдіңіздер достар. Енді достар, хромосома. Енді осы код белокқа қалай беріледі? Жалпы біз рецептке қарап тұрып тамақты қалай жасаймыз деген енді сұраққа жауап беру керек. Яғни белоктың осы кодтардан қалай жасалу жолын қарастырайық. Ең бірінші сіздерге достар мына түсінікті беріп кетейінші. Біз тек қана белок деген кезде жаңағы альбумин, глобулиндерді ойлап қалмайық. Эритроцитстер тек қана солар ғана белок деп ше. Белок достар бұл гормон. Белок бұл фермент. Түсіндіңіздер ғой? Тек жаңағы альбуминдер емес белок. Барлығы белоктан тұрады. Альбумин де, инсулин де, гормондардың да, ферменттердің барлығы бұл белоктар достар. Аза деген осы, мысалы, протеин киназа, олардың барлығы белок достар. Айналып келгенде барлығы белок. Бізде тек қана көп жерде жаңағы альбумин, глобулиндер белок деп атап тастаған. Сол себепті одан басқасын бәрін біз белок деп ойламаймыз. Бірақ фермент болсын, жасушаның ішіндегі ферменттер болсын, гормондар болсын, олардың барлығы белоктардан жасалады. Ал белоктар болса амин қышқылдардан жасалады. Амин қышқылдардан. Түсіндіңіздер өсірі? Адам ағзасында 20 түрлі амин қышқыл бар. 20 түрлі амин қышқыл бар. Ол 20 түрлі амин қышқылдың жартысы ауыстырылатын, жартысы ауыстырылмайтын. Енді бұл тақырыпты айтайық. Жалпы сіздер белоктардың амин қышқылдардан құралатынын біліңіздер. Себебі қазір мен сіздерге айтатын тақырыпты түсіну үшін соны білу маңызды. Енді кеттік. Қараңыздар. Енді бұл білесіздер, бұл ДНК екі тізбектен тұрады. Ағзада Рубен екінші РНК деген ақпараттық құрал бар. Ол қараңыздар бір тізбектен тұрады. Рибонуклеин қышқылы бір тізбектен тұрады, и оның үш түрі бар. Тасымалдаушы РНК, ақпараттық РНК, немесе әртүрлі болып қояды. Орысша мысалы ИРНК деп қояды, информационный. И ағылшыншада мессенджер, МРНК деп қояды. Қазақша АРНК деп аталады. Бұл ақпарат тасымалдаушы, яғни ДНК-дағы ақпаратты рибосомаға тасымалдаушы. Айтамын не екен бәрін. РНК деген бұл рибосомалық РНК. Рибосоманың өзіндегі рибосома, осы рибосоманың негізгі РНК-сы. Мынау ТРНК, мынау МРНК, яғни АРНК, ақпарат тасымалдаушы. Енді достар, біз манағы рецепттен, мына рецепттен қалай тамақты жасаймыз? Ең бірінші кезең достар бұл репликация. Яғни осы генетикалық ДНК-ның қос тізбегінің бір-біріне ажыралуы. Ең бірінші енді мына тізбектен кодты алып кету үшін бізге осыны ажырату керек достар. Оны репликация деп аталады. Яғни репликация деген міне осындай бір белок арқылы қос тізбек ортасына ажыратылады. Ортасына бөлінеді. Осы кезеңді біз репликация кезеңі деп атаймыз. И транскрипция деген бар. Транскрипция деген достар бұл копиялау. Яғни мына жартысын кесіп аламыз да, осының осы код қой достар, міне. Бана айтты, әртүрлі реттілікпен орналасу осы код. Осы кодты біз көшіріп алуымыз керек. Рецепті барып телефонға суретке түсіріп алуымыз керек деген сияқты. Осы көшіру үшін бізге ақпараттық РНК керек достар. Ақпараттық РНК ДНК-ның ажыратылған қос тізбегіндегі азоттық негіздердің реттілігіне барып комплементарлы түрде барады да, и жайғасып сол реттілікті көшіріп алады. Генетикалық кодты көшіріп алады. Көрдіңіздер ғой? Көшіріп алып, ары қарай жасушадан шығып кетеді. Ядроның ішінен шығады. Ядроның ішінен МРНК кіреді, ақпаратты көшіріп алады да, жаңағы реттілікті аденин, гуанин, цитозинге осыған комплементарлы түрде келіп қосылып, и ақпаратты алып ядроның ішінен шығып цитоплазмаға шығады, ядроның ішінен. Ал мына жаңағы екіге бөлініп кеткен ДНК-ны ешқандай уайымдамаңыздар, бұлар өз алдына қайтадан өздерінің жұбын жасап алады, қос тізбегін жасап алады ары қарай. Енді біз ары қарай мына жасуша ядродан шығып кеткен МРНК-ны талдауымыз керек. Достар, бұл МРНК, міне мынау МРНК. Міне транскрипция деген осы, міне МРНК келіп тұрып, жаңа комплементарлы азоттық негіздің комплементарлық реттілігін көшіріп алды. Көрдіңіздер? Енді достар қараңыздар. МРНК 3 азоттық негізден немесе кодоннан тұрады. Міне. Цитозин, гуанин, аденин. Яғни бұл бір кодон. МРНК осындай кодондардан тұрады. Яғни 3 кодондық триплеттен немесе кодон комплексен тұрады. Яғни 3 кодон осындай кодондар жиналып МРНК-ны құрады. Түсіндіңіздер? Бұл кодон не үшін керек екенін сіздерге түсіндірейін. Мана сіздерге баста айттым, достар.
белоктар амин қышқылдардан түзіледі. Ал осы кодон міне CGE цитозин, гуанин, аденин деген азоттық негіз кодон, аргинин деген амин қышқылдың коды. Яғни осы комплементарлы жүйеге аргинин деген белок сәйкес келеді. Енді мына жаққа қараңыздар, мынау ТРНК, жаңа баста көрсеттім, міне мынау ТРНК, мынау рибосома, мынау МРНК, мынау рибосома көк. Енді осындай МРНК жаңа ДНК-лық тізбектен кодты көшіріп алып келіп рибосомаға келеді. Рибосомаға келгеннен кейін оған комплементарлы түрде ТРНК келеді. Яғни қараңыздар, міне қараңыздар, ең бірінші кодонына мысалы алайық, мынау CGE. Оған комплементарлы түрде ТРНК келеді. ТРНК сол комплементарлы кодонға байланысты өзінің амин қышқылын алып келеді сырттан. Яғни жасушаға сырттан қаннан амин қышқылдар келеді ғой. Ал ол амин қышқылдар асқазанда белоктар ыдырағаннан кейін амин қышқыл ретінде сіңіріледі. Сол амин қышқылдар жасушаға келгеннен кейін жасушаның ішінде ТРНК-лар өзіне керек амин қышқылын алып кетеді осылай. Яғни мына кодонға сай келетін, дұрыс келетін комплементарлы амин қышқылды алып келеді. Міне, көрдіңіздер ғой. CGE бұл аргининнің кодоны. Міне, екінші МРНК-ның тізбегінде CCA, яғни цитозин, аденин. Бұл пролин деген амин қышқылдың кодоны. Осы комплементарлы жүйеге сай ТРНК-лар дәл өзінің амин қышқылдарын әкеп құрастыра беретінде моншақ сияқты құрастырып, соңында бұл моншақ полипептидтік тізбекке айналады. Яғни ары қарай бұл белок достар. Белоктар білесіздер, бір-бірімен ширатылып тұрады. Бұл ұзын тізбекке айналады да, біріншілік, екіншілік, үшіншілік, төртіншілік айналым дегендер бар. Бір-бірімен ширатылып байланып, соңында белокқа айналады. Оны енді ары қарай генетикадан, биохимиядан оқыған шығарсыздар белок синтезінде. Ең главное сіздер бұл жерде кодты түсініп кетуіңіз керек. Міне көрдіңіздер ғой, CGE аргининнің кодоны. Тек қана осы ғана жауап береді. CCGA бұл пролин деген. Адам ағзасында 20 амин қышқыл болатын болса, 20 амин қышқылдың осындай кодондары бар өзіне сай. CGA еш уақытта пролиннің кодоны бола алмайды. Себебі көрдіңіздер, оның өзінің несі бар, амин қышқылы бар. И достар, көрдіңіздер ғой, осындай ерекше орналасқан кодондар ерекше амин қышқылды нені түзеді, белоктар түзеді. Түсінікті деп ойлаймын. Енді мынаған қарайық достар. Мына шеңбер не? Бұл РНК-ның азоттық негіздері: гуанин, урацил. Міне, РНК-да урацил болады теменің орнына. Аденин, цитозин. Қараңыздар, жаңа кодон деген қайдан шығып жатыр. Цитозин, гуанин, аденин, аргининді түзеді. Цитозин, гуанин тоже аргинин түзеді. Цитозин, гуанин, урацил тоже аргинин түзеді. Бұл төрт не? Қазір не үшін бұлай төртеу екен түсіндірем мына жерде. Қараңыздар, цитозин, аденин лицинді түзеді. Ал цитозин, аденин, урацил хистидинді түзеді. Цитозин, аденин пролинді түзеді. Көрдіңіздер достар, бұл кодондық байланыстарға міне қараңыздар, мына жерде әңгіме. Осы цитозин, гуанин осы жердегі зат қой комплемент. Осыдағы реттілікке сай, міне, МРНК ақпаратты көшіріп алып кетті, реттілігін көшіріп біліп алып кетті да, осыған сай бізде амин қышқылдар пайда болады. Ол амин қышқылдарды ТРНК-лар әкеп береді. Соңында амин қышқылдардың барлығын ТРНК-лар соңында құрастырады, мына жақтан ТРНК келеді, өзінің амин қышқылына келеді, Ф кетіреді, амин қышқылын мына моншаққа қосады. Бұл моншақ сияқты ұзын тізбек пайда болады да, олар ширатылып белокты түзеді. Белок деген осылай жасалады достар. Өте маңызды достар, өте маңызды. Енді мынаны қараңыз достар. Мынаны тізбекті кейін көріп отырсыздар, тереңдеп қараған кезде не үшін мына жерде А, С, G, C, U сияқты көп вариант берілген. Да, көп вариант берілген. Енді қараңыздар, ағзада мутация деген болады. Генетикалық ақпараттың өзгерістері. Мысалы, иондық сәулелер, радиация дейді ғой. Химиялық заттар, эндогенді, экзогенді, мутагенді факторлар осы генетикалық кодты өзгертеді. Кодты өзгертуі мүмкін да. Сол кезде подушка безопасности ретінде осындай төрт түрлі
азоттық негізді вариант қылып қойған. Егер де мысалы тетазин, гуанин, аденин жоқ болып кететін болса, оның орнына гуанин тоже аргининнің түзілуіне көмектесе алады. Немесе гуанин де жоқ болып кетсе, цитозин, гуанин, титозин де аргинин де түсіп бере алады. Просто варианттар, плюс варианттар. Если ағзада мутация болып қалған жағдайда, осындай қорғаныш реакциясы да қорғанып, ол белоктың түзілуіне көмекші рөл атқарып отырады. Көрдіңіз бе достар, ағза осындай өте мықты жаратылған. Бүкіл неге қарсы әсерлі дұшпандардың бәріне осындай қорғаныш реакцияларын, қорғаныш бір жүйелерді жасап қойған. Даже генетикалық ақпаратқа дейін. Көрдіңіз бе, осы міне қорғаныштық жүйесі. Енді достар, мына жерге қарасаңыздар болады, мысалы мына тізбекте, мысалы бір азоттық негіз түсіп кетсе, мысалы CGA-де бір мутагендік фактор осы аденинді түсіріп жүретін болса, бұл CG наммен байланысып кетеді, С-мен байланысып кетеді, CGC болады да, ол кезде аргинин құрылмай алады. Ол бір аргинин жоқ па, уже все. Бізде биологтың құрылымы өзгеріп кетеді болды. Биологтың функциясы өзгеріп кетеді. Бір амин қышқылдың өзінің маңыздылығы өте зор бір биологтың құрамында. Бұл достар инсулин болуы мүмкін. Мысалы, инсулин 50 бірдеңе амин қышқылдан тұрады. Примерно 50 ма сондай амин қышқылдан тұрады. Көрдіңіздер ғой? Өте көп. Мысалы, әр биологтың өзінің құрамында Википедиядан қарасаңыз жазылып тұрады. Мысалы, альбумен мынандай амин қышқылдардан құралады. 300 амин қышқылдан құралады, 400 амин қышқылдан немесе 50 амин қышқылдан құралатын белоктар бар да. Амин қышқылдар маңызын енді сіздер түсіндіңіздер, повезло енді сіздерге. Осы алған білімдеріңізді достар, генетика тақырыбын оқыған кезде, подпизден тұқым қуатын ауруларды оқыған кезде түсініп отырыңыздар. Түсініп, толықтай не екенін біліп жауап беріңіздер. Бұл өте маңызды. Генетиканың негізгі базасы осы достар. Сонымен қоса бір айта кететін жайт, старт кодон и стоп кодон деген болады достар. Бұл жалпы биологтың синтезінің басталып аяқталуы. Старт кодон метионин амин қышқылынан басталады. Міне, мына тізбекте міне. Метионин амин қышқылы мына биолог синтезін бастап береді. Ал стоп кодон мына жерде міне. Осы жерде стоп кодон бар. Ол биологтың синтезін аяқтайды. Мына шынжыр, мына үлкен моншақ жасалмай алады и все. Яғни биолог сонымен дайын болады да. Биологқа толықтай амин қышқылдар жиналып болды деген сөз. Бұл сондай маңыздылығы бар. Осымен видео аяқталды достар. Видео түсініксіз болған болса, комментарийге сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Қолдап кетуді ұмытпаңыздар достар. Алда подпиздың рубрикасы келеді жатыр. Генетикалық аурулар деген сияқты олардың бәрін дұрыс түсіну керек достар. Көпшілік аттап өткізеді түсінен. Назарларыңызға көп рахмет.